Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы Президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушілері Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы және Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы. Мырза, қонақ үйімізге отбасы мен қаңқалар келді. Иә, өзім де күтіп отырем. Құдайым-ай, қозғалма. Бұл фильм өте қызық, өзінің ерекшелігі бар. Өйткені бұның басты кейіпкерлері бәрі монстрлар. Не? Круиз? Тосын сый. Жо. Әке. Менің саған көмегім қажет екен сездім. Бұл мультфильмда мені Дракула кейіпкерін аудардым. Өзі бір сондай көңілді, ақ көңіл, жаңағы жүрегі кең, тек қана жақсылық тілеп жүретін айналасына сондай кейіпкер. Басында қорқынышты көрінуі мүмкін, бірақ сол жақсылығы, сол махаббаты өзіне жамандық жасап жүрген жаңағы арасында кейіпкерлерді жеңеді. Негізі комедия деп аталады, бірақ бұның монстрлар демалысы үшінде бұның кішкене адамдармен арасында бір қарама-қайшылық, түсінбеушілік және адамдардың жаңа өзінің көлеңкесінен қорқуы, қажет емес нәрселерден сақтану сияқты адамдардың монстрлардан өзінің жау санап, солармен өшпенділігі. Бірақ ең соңында олардың ешқандай зияны жоқ екені түсінеді, бірақ енді фильмнің бәрін түгел айтып тастауға болмайды ғой. Болды, біз пинг-понг ойнайық. Мен Денисті дыбыстадым. Ол деген өте батыл, ержүрек, қайсар бала екен. Және де ол деген дәл мен сияқты өте ерке бала. Әзілге құралған сөздер көп болды, оның ішінде өзіміздің енді бұған қазақша сөйлегеннен қазақша жан бітіру керек болды ғой. Біздің жаңағы әгугай, халалакули, ләмләй деген сияқты бұлардың но деп өлең айтқанын біз қазақшаға үйлестіріп отырдық. Жаңағы Дракуланы көргенде шынымен де қазақша кейіпкер екенін сезіндіру үшін осындай қазақша бір әдемі өң беріп отырдық. Денис деген анандай әкесіне ұқсаған. Өткен ол деген ана түрі ұқсаған. Ана шашы да ұқсайды, түрі де ұқсайды, бәрі ұқсайды ғой. Бұндағы енді түпкі мақсаты мультфильмнің осы кейіпкердің айтатыны жақсылық жеңу керек әрқашан. Жақсылық алда жүру керек. Жамандықтың бәрін артқа тастау керек деген үлкен идея жатыр. Қазақшаға аударып жатқан мынау болашақ корпоративтік қоры және Арай медиа групп студиясына мен мың алғыс айтам. Осылармен бірге менің де өзімнің үлесімді осы қазақ тіліне қосып жатқан өзімде бақыттымын деп санаймын. Монстрлар демалысы 3 фильмін барлық кинотеатрларда қазақша көруге сіздерді шақырамын. Қазақша сөйлеуді өзімізден бастайық. Балалар, қазақша мультфильм көріңдер. Қазақша сөйлейік, өзімізден бастайық. 5 шілдеден бастап барлық кинотеатрларда Монстрлар демалысы 3 теңізге саяхат мультфильмін көруге шақырамыз. Қазақша сөйлейік. Қазақша сөйлеуді өзіңнен баста.